практикалық жұмысымды көрсетемін. Бізге керекті заттар: пластикалық бөтелке, сірке қышқылы, ас содасы және шар. Біз бөтелкеге сірке қышқылын құямыз. Шардың ішіне 5 қасық ас содасын саламыз. Және уксус құйылған бөтелкемізде осы шарды кигіземіз. Осы жерде жүріп жатқан процесс көмір қышқыл газы арқылы жүріп жатыр. Осы жерде жүріп жатқан процесс теңдеумен танысып өтсек. Ас содасы: натрий HCO3 қосу сірке қышқылы CH3COOH тең натрий ацетаты CH3COO натрий қосу көмір қышқыл газы CO2 теңінде су шығады. Шайқаған сайын көмір қышқыл газы арта түсіп, шар одан әрі өрледі. Осы біздің тәжірибеміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.